Қайырлы күн достар, біз бүгін үй жағдайында өте дәмді донер жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, видео ұнап жатса каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен донер жасау үшін тауық етін жақсылап жуып аламыз. Сөйтіп соломка етіп тураймыз. Енді тауық етін жемейтін кісілер болса, кәдімгі ет пайдаланса болады. Қойдың еті, жылқының еті, сиырдың еті бұқтырып пісіреді. Ал тауықтың етін бұл қуырғанда уже тез пісетін болғандықтан қуырып пісіре салуға оңай. Сол үшін мен тауықтың етін қосып жасап жатырмын бүгін. Дәміне қарай тұзын, бұрышын салып, араластыра отырып, әдемі қылып қызартып, осылай етті дайындап аламыз. Келесі кезекте фри дайындайтын боламыз. Ол үшін картошкамызды жақсылап жуып, қабығынан осылай әдемілеп тазартамыз. Тазартып болғаннан кейін соломка етіп, орташа көлемде ұзынша етіп турап аламыз. Барлық картошкаларымызды турап болғаннан кейін салқын суға 20 минутқа қойып қоямыз. Бойында крахмалы кету үшін. Крахмалы кеткен картошка фри әдемі болып, хрустящий болып қуырылады. 20 минутқа салқын суға салып, одан кейін қағаз сүлгіге салып, сүзіп алып, кептіреміз. Қағаз сүлгіде кептірген фриларымызды қызып тұрған майға салып, әдемілеп қуырамыз. Қатты қызған майға саламыз, сол кезде фрилар әдемі болып қуырылады. Араластыра отырып, осындай әп-әдемі қылып, сарғыш түске енгенше әдемілеп қуырып аласыздар. Фриіміз дайын болды. Қуырылып, дайын болған фридің үстіне міндетті түрде тұз сеуіп жіберіңіздер, дәмі өте керемет болады. Келесі кезекте арасына қосатын қиярымыз бен қызанағымызды тураймыз. Бұларды да сол соломка етіп, барлығын бірдей қылып турап шығамыз. Әдемілеп дайындап аламыз. Егер сізге соленый огурцымен жасаған ұнайтын болса, свежий огурцының орнына соленый огурцы қосып жіберсеңіз болады. Осылай қызанағында турап дайындап аламыз. Барлық ингредиенттері осымен дайын. Фрийі, еті, кетчуп, майонезі дайын болды. Енді кезекте дайын осындай лаваш алып, мендегі дайын магазиннің лавашы. Осыған ораймыз. Дайын болған етімізді, үстіне фриімізді салып, кетчуп, майонезімізді салып, әркім өз қалауынша, енді аз үйден жасаған донердің бір жақсы жері өз қалауыңызша кетчуп, майонезді қосып аласыздар. Көп те емес, аз да емес, кімге қалай ұнайды, солай барлық ингредиенттерін кезекпен кезек салып, осылай әдемілеп, орап донерді мықтылап. Сөйтіп барлық донерлерді осылай жасап аламыз, лавашқа орап. Сөйтіп қызып тұрған табамызға май жоқ. Бұның ішінде тек табаның өзі қызып тұрған табаға салып, екі жағын қызартып осылай қуырып аламыз. 2-3 минут осылай құрғақ табада ұстасаңыздар жеткілікті. Осылай қуырылып, әдемі болып қызарып, сочный донер дайын болады. Дәл осылай жасап көріңіздер. Пикникке шыққанда, табиғат аясына шыққанда, үйде отырғанда балдарыңызға жасап берсеңіздер өте дәмді болады. Видеоның соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.